Біздер деген нағараңыздар, біз отбасымызбен қонаққа келгенбіз. Енді сол үйді таппай қалып, адасып кетіп тұрмыз. Қараңыздар қандай жерде жүргенімізді. Қараңыздар. Ыңғай заброшкама бірдеме қорқынышты кеттік. Кәне қай жақта еді? Күн суық, достар. Тамағымызды көріп тұрған шығарсыздар, мен тамағымды, достар, қайда келдік біздер? Ойбай. Қой, қайдағын айтпаңдаршы. Қане, не сан қарыш? Ол, енді мына жерлерді қараңыздар. Мына жерде де заброшка, мына жерде де заброшка бар. Тұрғызып жатыр ма, білмеймін, үйді. Короче, отбасымыз. Достар, қорқынышты. Достар, міне осылай жүріп келе жатырмыз. Қорқып жатырмыз, достар, біздер. Қалай айтамыз? Ана жақта не бар екен, көрейікші кәне. Мына жақ мынадай. Мына жақта. Достар, не болды ана? Кім қақты? Мына жақта не бар екен? Мына жаққа қарап көрейікші кәне. Жерден жүрсе болады, бірақ деген аяқтан астын көрдіңіздер ме? Осындай мынандайларды талдарды қойып тастаған ағаштарды. Отбасымызбен бір жерде бұны тұрған жоқ та. Қай жерде? Қойыңдаршы, адам өзі қорқып отқанда жүрегін жара бермей. Қойшы. Сен еркексің ғой, сен қорықпасаң, біз қорқып отырмыз. Твай, бисмилля, 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 бисмилля. Алла, 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 Алла. Алла. Не ешкім жоқ па? Шына жерде біреу жатқан сияқты ма, немене? Шыңа қорқынышты екен, Мына жерде немене біреулер қарап тұр ма? Твай. Ит мысық бар. Ендігі айтып қайтамыз. Папаңа қой. Қапи-жогым. Қорқып атырым. Бізді өтірік шақырды. Достар, бізді өтірік. Кім шақырды бізді? Неге шақырды? Кім шақырды деп бұл? Тәтелерің шақырды ғой. Соның адресті берді. Ол адрес міне дәл осы жерді көрсетіп тұр. Тәтемнің есін білесіз ғой, адресін? Жоқ, новыйдан үй алдық деді ғой, соған келдік. Такси осы жерге әкеп тастады, достар. Енді адасып қалып тұрмыз. Біздер қай жаққа қарап барамыз? Жүршқан жақтардан адрес сұрайық, біреулер болса. Әне, мына жақта ашық жаққа қарап барайықшы енді. Енді көрдіңіздер ғой, достар, мына жақта ешкім жоқ. Достар, біздің әкеміз бар да. Новый ағын қосысын. Ойбай, артта біреу келесі жоққа қорқашты. Айнара, папаңа звонда тез алып кетсін. Достар, мына жағы мынадай екеніне қараңыздар. Феникс. Бұл не? Бізге жарықтау кеді. Қош. Қой, ер кісілер жүр, ыңғай жүріндер кеттік. Ана жақтарды көрейік. Мына қараңыздар, не қорқынышты. Біреу қарап тұр. Рас айтам. Біреу қарап тұр. Достар, Айнара жоқ. Достар, мына жерден біреу қарады. Ұрлап кетті. Қане, тоқтатшы. Бір түрлі дауыстар шығып отыр. Анау немене тұрған? Не? Ойбай, бірдеңе тұр ғой. Адам болып несі тұр, Айнара қайда? Айнара. Айнара. Жоқ қана ішінде. Хапиза. Достар, Сиралда. Айнара қайда? Айнара шынымен тығылып қалды ма? Или алып кетті ма біреу? Алып кетті. Жаным, соны қазір табамыз. Оған Келді, достар, ойбай. Айнара, сен қызықсың ба? Талдың артына тығылып, ағаштың артына тығылып қапты, достар. Мына жақтарды көрейікші. Достар, Жанат әдеміздің үйі қайда? Свет жанды, қорықтық, достар, біз жаңағы жерлерден қатты қорықтық.
Мен ойландым біреумізді ұрлап кетеді әлі деп. Ойбай, талдар қозғалып отыр. Ойбай, шөңде жарыққа шайықшы. Ей! Уф, достар, жарыққа шықтық. Болды, ана мына неге барайықшы? Атнет? Заправка. Жоқ ей. Стоянкаге барайық, адамдардан сұрайық. Мына жерде. Қой кеттік, мына стоянкаге барайық. Бұл достар, бұл жердегі ондай адамды танымаймыз, ондай адрес жоқ бұл жерде дейді. Енді қазір біздер папаларына звондадық, тез бізді алып кет, қорқып жатырмыз деп звондадық. Енді қазір келіп қалу керек. Судолу хакер ма? Білмеймін ғой. Бірақ деген бар ғой, голосовоймен жазған жоқ. Сообщение қылып жазды, SMS қылып. Кім болуы мүмкін? А? Мошенник. Ладно, жайна тәтем өтірік Жоқ ай. Ана жайна тәтең болса деген. Точно. Голосовоймен айтатын еді, или звондайтын еді ғой. Сонда кім бізді алдап жүрген? Мошенник. Қандай мошенник? Мошенник емес. Мошенниктер бұл. Жайна тәтеге звондадық достар бағана. Телефон алмайды ғой. Алмайды. Сонда кім оны істеп отқан? Айтпақшы, Жайна тәте отпускта ғой. Сонда жайна тәтеңнің телефонынан кім звондап отыр? Біздің Жайна тәте отпускта ғой. Отпускта. Я, қалай? Неге мен оны ойламағам? Еще ол деген звондайтын еді ғой маған бірдеме болса. Семьясымен еще. Білмеймін. Болды, папаң екен. Болды, достар, біздер кетейін деп жатырмыз. Қорқып, ойбай, келмейміз енді, рұқсатсыз,